Марктың ата-анасы демалыс алып бір Боровский қорығына кетті. Ол жерде үлкен әрі әдемі таулы отель бар. Және олар сол жерден 2 бөлмелік номер алды. Қасында өзен ағып тұрды. Және сол жерде балық аулап демалуға болатын. Марк отельде қалды. Себебі соңғы кездері оның басы ауырды. Бірақ балконнан керемет көрініс көрді. Ол әкесінің балық аулап тұрғанын көрді. Олар күліп бір-біріне қол бұлғады. Кенет олардың артында өскен қалың орманда бірдеңені көрді. Ағаштар арасында ұзын, жіңішке және бетсіз біреу тұрды. Ол айқайлап қолын бұлғады. Ата-анасы бұны көріп бірден оған жүгіріп келді. Одан не болғанын сұрағанда, Марк не көргенін айтып береді. Анасы оған температурасы қызып бірдеңе болған шығар дейді. Бірақ әкесі оған күдікті қарайды. Және көзіндегі мазасыздықты байқады. Кешке әкесі келіп, не көргенін сұрады. Марк сенбейсің деді. Бірақ әкесі тұра алды. Әкесі оған қағаз қарындаш берді. Марк не көргенін салды. Әкесі оған біраз қарады. Сосын осы жерден кету керек деді. Түнде Марк біраз ұйықтай алмайды. Оған біреу қарап тұрғандай болды. Ал ол терезенің артында тұрды. Марк төсекте жатты. Парализованный болып қалғандай ештеңе айта алмады. Және өз басында қандай да бір қорқынышты дауыс естіді. Өз орныңда қозғалмай жат. Тіршіліктің қолы маған дейін созылды. Және осы уақытта бөлменің жарығы жанды. Бұл әкем болды. Бір қолында бейсболдық таяқшасын, екінші қолымен есікті ұстады. Терезеде қол жоғалып кетті. Ал Марк есінен танып қалды. Және Марк жолда есін жиып оянды. Олар көлікпен келе жатты. Оны әкесі құтқарды. Үйде олар ескі құжаттар мен сызбалары бар папканы алып шықты. Сосын ол бір кішкентай қызбен бірге тұрған суретін көрсетті. Бұл менің қарындасым. Ол 6 жасында жоғалып кетті. Мен ол туралы сендерге дым айтпаған едім. Бірақ ол қалай жоғалып кетті? Бұны кім жасады? Міне, бұны менің қарындасым жоғалып кеткеннен бір күн бұрын салды.